Қазақ жігіттеріне. Беу қазақтың жігіттері, үй бар бізде, төр бар бізде, елде бар, тәуелсіздік және еркіндік жерде бар, көктуың бар желбіреген маңдайыңда терде бар, өлген күні тыныш жатар көрде бар, осы қымбат асылдардың түп тұғыры ана қазақ тілде бар, байлығың бар үлде менен бүлде бар, ақыл ойың білім ғылым түрде бар, Алла берген ұрпақ деген күнде бар. Ал неге біз тумай жатып өлеміз? Ал неге біз бірге туған ағайынға төреміз? Ал неге біз сырттан келген бұралқы итке құл болып? Ал неге біз тірі жетім секілденіп жерге қарай береміз? Беу қазақтың жігіттері, алдымызда бабалардың салып кеткен жолы да бар, өсиеті сөзі бар, үлгі тұтар асқар таудай ағалардың өзі бар, уыз сүтін ұлт қарнаған аналардың ізі де бар, көзі бар, арттан еріп ағалаған қарындасың, інің де бар, қисығыңды түзететін ұлы өмірдің тезі бар. Ал неге сен жетім қыздай жан-жағыңа жалтаң қарайсың? Ал неге сен баға жетпес асылыңды масылдарға балайсың? Ал неге сен өзің аямайсың, сабайсың? Ал неге сен атанаңның басын кескен қас жауыңның табан артын жалайсың? Қалайсың? Беу қазақтың жігіттері, аймаңдайлы аруың бар, шаттық сыйлап ол қызыңды табатын, ол қызың бар келешекке тіреу болып, өзегіңді жаратын, арғымағың атыңда бар, алты күнге зорықпайтын шабатын, ошағың бар, мәңгі сөнбей жанатын. Ал неге біз жарты жанды жадылардай бас көтермей жатамыз? Ал неге біз ылғай ғана уды балдай татамыз? Ал неге біз қара көзді қызымызға ие болмай қытайларға қатын қып? Ал неге біз жас сәбиді қоқысқа сап жетімдерді шетелдерге сатамыз? Неге біздің қарғыс болды батамыз? Беу қазақтың жігіттері, айтыңдаршы, қашан таң боп атамыз? Өлеңді жазып оқыған Байт Қабанұлы. Өлең ұнап жатса арнама тіркеліп пікір жаз отырыңыздар.